Сәлем достар, бүгін біз сіздермен бірге өте дәмді тіл үйірілік вафли жасайтын боламыз. Бұл вафлиге керекті ингредиенттер барлық үйден табылады. Олар 5 жұмыртқа, сливочное масло, 200 грамм ұн және 1 стақан қант. Ең бірінші біз 5 жұмыртқамызды жарып аламыз. Міне, біз жарып алдық. Енді бұны біз блендермен біркелкі араластырамыз. Араластырып біткенде осылай шығады. Енді біз газға ерітілген сливочный масломызды қосамыз. Сливочный масломызды қосқаннан кейін қантты, 1 стақан қантты қосамыз. Қантты қосып болғаннан кейін блендермен араластырамыз. Міне осылай шығады. Енді біз ұн қосамыз. Ұнның барлығын бірге қоспаймыз, жарты-жартыдан қосамыз, себебі түйіршік пайда болуы мүмкін. Біз енді барлығын блендермен араластырып болғаннан кейін осындай тесто шығады. Біз ең бірінші вафли жасау үшін вафлицаны қыздырып, 1 қасықтан тестаны салып отырамыз. Міне осылай. Енді біз вафлиді пісіреміз. Міне осындай вафли шығады. Өздеріңіздің қалауларыңызша әртүрлі формаға келтірсеңіздер болады. Біз осындай формаға келтірдік. Бұл өте дәмді қытырлақ тіл үйірілік болады. Егер бұл видео сіздерге ұнаса, лайк басып, подписаться етіп, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Сау саламатта болыңыздар. Келесі кездескенше.